Сәлеметсіздер ме? Бүгін біз сіздермен жұмсақ бисквиттен рулет жасайтын боламыз. Бұл рулеттің жасалу жолы аса қиын емес және дәмі өте жақсы. Қамыры жұмсақ, тым тәтті де емес, кремі жеңіл, өте нәзік рулет деп айтуға болады. Миксерге жұмыртқа мен қант салып, әппақ болып көпіргенше араластырамыз. Енді оның жартысын електен өткізіп, массаға азаздан салып, лопаткамен немесе венчикпен мұқият араластырамыз. Бөлек ыдысқа сұйық май мен сүтті құйып алып, массадан біраз салып, жақсылап араластырамыз. Енді жұмыртқалы массаға қайта құямыз. Бұл сәтте араластыруды тоқтатпаймыз, себебі сүт пен май ыдыстың түбінде қалып қоймай, біркелкі болып араласу керек. Енді қалған ұнды електен өткізе отырып, сеуіп араластырамыз. Массаны пергамент қағазы төселген противенге құйып, біркелкі етіп шаямыз. Алдын ала 180 градуста қыздырылған пеште 10-12 минуттай пісіреміз. Бисквиттің пісу уақыты духовкаға байланысты. Себебі әр духовканың қызуы әртүрлі болады. Ең бастысы күйдіріп немесе кептіріп алмасаңыз болғаны. Бисквит піскен соң пештен шығарып суытып қоямыз. Ал енді кремін жасайық. Миксердің ыдысына майлылығы 33% болатын кондитерлік сливки мен қант ұнтағын салып, крем тығыз болғанға дейін араластырамыз. Ескерте кетейін, сливки тоңазытқыштан шыққан суық болуы керек. Егер ол жылы болған жағдайда араластырып жатқанда іріп кетуі әбден мүмкін. Крем дайын болды. Көріп тұрғандарыңыздай жақсы араласты. Кремді бисквитке біркелкі қылып жағамыз. Салмасына кез келген ягодная кули салсаңыз болады. Рулетті мүмкіндігінше тығыз қылып ораймыз. Сыртын пергаментпен немесе стречпен орап, тоңазытқышқа бірнеше сағатқа немесе бір түнге қалдырамыз. Енді рулеттің бетін әсемдеу үшін крем дайындайық. Ыдысқа сливки мен творожный сыр саламыз. Тәтті болу үшін дәміне қарай қант ұнтағын саламыз. Мен қант ұнтағының орнына карамель қостым. Миксер мен крем тығыз болғанша араластырамыз. Рулет тоңазытқышта бір күн тұрды.
Енді жаңаға крем мен рулетті әсемдейміз. Кремді үйіңізде бар кез келген насадкамен әсемдесеңіз болады. Рулетті бірнеше бөлікке бөлеміз. Пышақты ыстық суға малып кессеңіз, рулет әдемі және біркелкі болып кесіледі. Бұл рулетті мен қонақ шақырғанда жасаған болатынмын. Қонақтар мақтап, бірін қалдырмай жеп қойды. Егер видео сізге ұнаса, лайк басып, каналға тіркелуді ұмытпаңыз. Сау болыңыз.